Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен ағылшын тіліндегі тәуелдік есімдіктері жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы тәуелдік есімдіктер дегеніміз не? Аты айтып тұрғандай, тәуелдік деген бір заттың белгілі бір адамға немесе белгілі бір затқа тәуелділігі. Мысалы, менің маркерім, сенің суың, оның тақтасы, яғни белгілі бір заттың белгілі бір адамға немесе тағы бір қандай да бір затқа тәуелділігін айтады екен. Бүгін біз тәуелдік есімдіктердің екі түрін қарастыратын боламыз. Ол біріншісі абсолютті емес тәуелдік есімдіктер және абсолютті тәуелдік есімдіктер. Абсолютті емес тәуелдік есімдіктер дегеніміз не? Яғни, мысалы, менің, сенің дегеннің жанына біз немені қоямыз? Сенің кітабың, сенің ойыншығың, яғни есімдіктердің жанында міндетті түрде зат есім болу керек екен. Мысалы, менің кітабым, my book. Ал енді жіктейік. Абсолютті емес есімдіктерді жіктейік. Менің кітабым, my book. Қайталаймыз. My book. Му емес, my book. Сенің кітабың, your book. Your book. Оның кітабы, ер адамның кітабы, his book. His book. Қыздың кітабы, қыз баланың кітабы, her book. Her book. Және мысалы жансыз нәрсенің кітабы, мысалы мультиктерде болады ғой, бір қандай да бір жансыз нәрсе тіл кетеді, солар its book болады. Its book. Ал енді көпше түрін қарастырайық. Біздің кітабымыз our book. Our book. Мына көрінбей қапты, мына жаққа кішкене өзгертіп жіберейін. Біздің кітаптарымыз our book. Our book. Сендердің кітаптарың your book. Your book. Олардың кітаптары their book. Their book. Сізге бір сөз беремін. Мынандай сөз, қазір неменеге жазам, экранға жазам. Мысалға алатын болсақ, paper. Paper, қағаз, осыны жүктеп беріңіз комментарийға. My paper, your paper, his paper, our paper. Мына рет бойынша paper деген сөзді тәуелдік есімдіктерге жүктеп беріңіз. Мен сізге қазір 2 минут уақыт беремін, тоқтат қойып, прям комментарийдің астына жазыңыздар. Ал енді тәуелдік есімдіктің екінші түрі абсолютті тәуелдік есімдіктер. Ол дегеніміз не? Абсолютті, яғни аты айтып тұрғандай, жанында ешқандай зат есімді қажет етпейді. Мына жерде мысалы менің кітабым, кітабым, сенің кітабың зат есімді қажет етті, бірақ мына жерде біз жанында еш нәрсе жоқ. Мысалы, сіз досыңызбен келе жатырсыз, сосын досыңыз айтады, о, мына кімнің үйі, қандай әдемі үй дейді. Сосын сіз айтасыз, менікі. Менің үйім деп айтпайсыз, менікі деп. Менің үйім деп те айтуға болады, онда my house болады, немесе менікі деп айта салуға болады. Онда былай жүктеледі екен. Mine, менікі, mine. Ал сенікі, yours, yours, сенікі. Оныкі, his. Оныкі, қыздікі, hers, hers. Жансыз нәрсенікі, оныкі тоже. Оныкі деп айтылады. It's. Біздікі, ours, it's ours. Сендердікі, yours. Олардікі, theirs. Байқасаңыз, абсолютті емес және абсолютті есімдіктер бір-біріне ұқсас. Кішкене майында айырмашылығы бар. Қалған жерде байқасаңыз s қосыла салады екен. Hers, his сол қалпында қалады, s қосыла салады екен. Біз белгілі бір затты тек
есімдіктерге ғана тәуелді қыла алмаймыз, біз адамның атына да тәуелді ете алады екенбіз. Мысалы, біз оның кітабы деп айтудың орнына, her деген орнына біз адамның атын жаза алады екенбіз. Мысалы, Madina's book, яғни апострофпен s қосады екенбіз. Madina's book. Немесе Айдана's book, Мирас book, және тағы басқаша. Және көпше түрде, мысалы, біз айтсақ, студенттердің кітаптары деп айтсақ, students book, яғни бізде апостроф 2 рет қойылмайды, students-тан кейін бізде апостроф қойылады екен. Сонымен қоса, мысалға алатын болсақ, Айдананың, Мадинаның және Алинұрдың кітабы деп айтқымыз келсе, кешіріңіз, Алинұрдың кітаптары деп айтқымыз келсе, 3 адамның. Біз бастапқы 2 сөзге s қоймаймыз, тек қана мысалы Мадина, Айдана and Алинұр's book. Яғни 3 адамның 3 адамды қосып тәуелдік есімдік айтқымыз келсе, онда соңғы атқа ғана s апострофын қосады екенбіз. Достар, ақпаратты жақсы түсіну үшін бізге тек қана теория ғана қажет емес, бізге практика да қажет екен. Сіз мысалы мыналарды үйрендіңіз, бірақ сіз оны өзіңіз сөйлеп, контекстте қолданып, диалог құрап, және оларды жаңа сөздермен қолданып үйренбегенше, олар ұмытып қалуыңыз мүмкін, ұмытпауыңыз да мүмкін. Жақсы болса неменеңіз, жадыңыз. Бірақ та әрине практика болған жақсы. Егер де осы барлық өткен тақырыптарды практика жасағыларыңыз келсе, басқалармен сөйлеуді үйренсеңіз, онда маған курсқа жазылсаңыздар болады. Астыда мен WhatsApp номерімді қалдырып кетемін. Жазсаңыз, сізге ақпаратты беретін боламыз. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздескенше.